оразаңыздың да бір ортасына жетіп қалды ғой деймін, енді ұстаған шығарсыздар, қабыл болсын. Қазір есіме түсіп отыр, былтыр анаммен Рамазан айында тарауық намазына барғанбыз. Енді ол кезде кім біліпті, менің анамның соңғы оқыған тарауығы, соңғы ұстаған оразасы ол былтыр екен, енді қайдан білейік. Айтайын дегенім, былтыр бірге ораза ұстап, бірге ауызашарларға қатысқан, бірге тарауық намаздарда қатар тұрған талай адам биыл жоқ. Бірақ біз бармыз, әлгі өмір келте, өлім әп-сәтте деген сөздерді тіліміз, аузымыз еркін айтқанмен, бірақ жүрегіміз аса қатты сенбейтін сияқты, жүрегіміз бір әлі әзір өле қоймайсың деп алдайтын секілді. Келер Рамазанда біз бармыз ба, жоқпыз ба, Құдай біледі. Егер ораза ұстамаған болсаңыз, бір күн болса да ораза ұстап қалыңыз. Егер әке-шешеңіз әлі бар болса, қол ұстасып, бірге мешітке, тарауық намаздарына барыңыздар. Жақсы ойлаған, әлі өмір алда деп есептеген әрине өте жақсы. Бірақ олай болмай шығуы мүмкін екенінде бір қаперлеріңізден, жаттарыңыздан шығармайсыздар ғой. Живой пример, әлі анаммен талай мешітке тарауық намазға барам ғой деп ойлап қателескен адам міне алдарыңызда тұр. Бар айтайын деген моралім осы.